Үйдегі қарапайым заттармен өте дәмді чебурекілер жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Алдымен ұнға тұзды салып араластырып алдым, немесе тұзды суға салып ертсеңіздер де болады. Сосын қайнаған суды қол күймейтіндей етіп қойдым. Сұйық майымызды құямыз, сосын кішкене ыстық болғандықтан қасықпен араластырып, сосын қолымызбен қамыр илеп аламыз. Орташа қамыр шығуы қажет, қатты да емес, тіпті жұмсақ та емес қамыр шығады. Тындыруға бір жарты сағат 40 минут шамасында қалдырамыз. Осы уақыт аралығында начинкасын дайындап алдық. Менде 2 түрлі начинка болды. Біріне осындай жусай деген шөп түрін қолдандым, жуып, турап алдық. Аздап сұйық майға бір пиязды салып, майдалап турап, сарғыш болғанша қуырып, сосын оттың астын сөндіріп, жусайымызды салып, тұз, қарабұрыш дәміне қарай сала береміз. Екіншісіне қайнатылған картопқа сары май, тұз, қарабұрышты салып, пюре жасап алдық. Бұл екінші салмасы. Қамыр маған кішкене үлкендеу болғандықтан екіге бөліп жайып алдым. Қатты қалың да емес, тіпті жұқада емес етіп қамырды жайып, өзіңізге ыңғайластырып кесіп аласыздар. Манты сияқты етіп 4 бұрыштап кессеңіздер де болады, немесе домалақ форма жасайтыныңыз болса, осылай кессеңіздер де болады. Менде домалақтайтын болмағандықтан осылай домалақ етіп кесіп шықты. Міне барлығын дайындап алдық. Менде салмасы дайын. Бұл бізде жусаймен және картоппен салмалары. Видеодағыдай етіп барлығын бүгіп шығамыз. Начинкасын салмасын ішіне салып, шанышқының көмегімен осылай басып шығамыз. Жақсылап басамыз, себебі майға қуырған кезде ашылып кетпеу үшін. Міне барлығын дайындап шықтық. Қызып тұрған сұйық майға орташа отта осылай екі жағын қызарғанша қуырып аласыздар. Өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Умида.